Мексика 2240 метр биіктіктегі тауда орналасқан. Күндіз ыстық, таңертең және кешке айтарлықтай салқын болады. Астанасында метро мен автобус ортасындағы метробас атты ерекше қоғамдық көлік бар. Сыртқы келбеті автобусқа ұқсас, екі бөлікті өзінің арнайы белгіленген жолағымен ғана жүреді. Тұрғындар баласына туған бойда қатарынан екі есім қояды. Мысалы, Адди Мария және Карлос Антонио. Елде медициналық қызмет тегін көрсетіледі, бірақ оның сапасы да жақсы емес. Дұрыс емделгіңіз келсе, ақылы бөлімге барасыз. Білім беру де тегін. Мектеп оқушылары тегін тамақпен, киіммен қамтамасыз етіледі. Университетте де шәкіртақы беріледі. Бірақ көбісі оқығысы келмей бірден жұмысқа орналасуға асығады. Ауыр жүкті әсіресе әйелдер қауымы басына қойып көтереді екен. Қызық, Мексика елінің жағдайы қатты қызығарлық болмаса да, билері керемет. Ендеше би қимылдарына көз жүгіртіп, үйреніп алыңыз. Кезекте би сабағы. Қайырлы таң! Бүгін біз Мексика елінің биімен таныс боламыз. Бірінші қимылымыз көйлегіміздің етегінен ұстап, шынтақтан сыртқа қарай кезек-кезек айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі қимылымыз көйлегіміздің етегін ұстап, жанға қадам жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі қимылымыз аяқ қимылдары. Аяғымызды секіртпелі ауыстырып, алдыға қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі қимылымыз оң аяқпен қолымызды артқа алға ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қимылдарымызды үйреніп болдық. Енді биімізді көрсетейік.